Сәлематсыздар ма, менің құрметті гүлсегіш достарым. Сіздерге мен бір кішкене информациямен бөліскім келіп отыр. Мына роза гүлімді тіля қаптап кетті. Тіля көп жеп, өсе алмай. Сосын мына малачай гүлімді қанша емдеп, қанша шашсам да средстволары көп қой енді. Тілянікі, жаңағы белокрылка нелері көп қой. Препараттары. Енді соны шыдамымыз жетпей ма, білмеймін. Соны шашсақ кетпейді, но қайта тіля жеп мен гүлімді құртып жатыр. Мына жерде міне галаксиния тоже жапырақтары керемет болып өсіп қалды. Тіпті жалко да, просто мынаны тіпті қалай лақтырып тастайсың. Соны интернеттен әр іздедім, мынау спатифилум женские счастьем тоже сол жеп, білмеймін, бойлары алмай, өсе алмай, дұрыс бір түрлі болып, жаңағы өсе алмай тұр. Сон интернеттен қарап келсем, мынандай бір средство. Ит пен мысыққа арналған шампунь. От блох и вши дейді. Мынау біздің мысығымыз ғой. Андасында осыны шомылдырамыз. Соған мына гүлге бір үлкен қасық жаңағы баклажкаға құйып, литр жарымдық баклажкаға құйып, бір үлкен қасықпен сумен араластырып, жаңағы мыналардың бәріне шаштым. Соны шашсам, шампунь енді противный иісі жоқ, опасын істеңе жоқ. Енді итакта қолыңызды жуасыз, шашып қолданып болғаннан кейін. Шашып жаңағы етсем, 2-3 күн шаштым, тіля жоқ. Енді мына розам прямо гүл атып, бойына жаңғырып, жақсы болып кетір. Міне, соны сіздерге көрсетейін деп отырмын. Мынау ит пен мысықтың шампуны. Міне, любой жаңағы неден ала аласыз ғой, аптек болсын, или жаңағы сататындар бар ғой. Содан ала аласыз. Бір керемет дүние. Міне, мынауымда ауырып, мына розамда ауырып, міне, астына бүйтіп жасып қатып қалады екен, оны түсіріп тастау керек бүйтіп. Жаңағы тіляны. Тіля дейтін мәлекет осы тіляның кесірінен бір шама гүлді лақтырып тастадым деп сіңлімде сөйтіп отырған. Мынау бір жақсы средство екен. Бұның ішінде ромашка, тағы бір деңгейлер бар, средствосы жазылған. Апасының ештеңе жоқ. Иісі де ондай не емес. Мысалы, препараттарды шашсаң, иісі бір түрлі алдында жөтелдіріп, кәдімгі әсер етеді. Бұның енді шампунның иісі ғой. Баклажкаға ездім деп пульверизатормен шаштым. Жапырақтарының астына, үстіне, бәріне шашып, прям жудым. Міне мынандай болып, бүгін гибискус розам гүл атып тұр. Міне, көріңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Мына интернет дейтін қазір жақсы ғой, көп информация аламыз. Өзіміз ештеңе ойлап таппаймыз. Бәрін осыдан алып, бір-бірімізбен бөлісіп, жаңағы информациямызды бөлісіп, білгенімізді жасаймыз ғой. Сіздер де жасап көріңіздер. Бар бөлісейін дегенім осы. Сау, сәлематта болыңыздар. Заман тыныш болсын. Пока-пока.